Білім мен байлықтың қайсысын таңдарын білмей, жол айрығында тұрған жасөспірім бір ғұламаға келіп ақыл сұраған екен. Сонда ғұлама білімнің артықтығын 10 түрлі дәлелмен бейнелепті. Біріншіден, білім бұл пайғамбардан қалған мирас, ал байлық бақылдардан қалған мұра. Екіншіден, білім сені бағады, ал байлықты сен бағасың. Үшіншіден, білім досыңды көбейтеді, ал байлық дұшпаныңды арттырады. Төртіншіден, білім іздеген сайын көбейе, молая береді, жұмсағанмен азаймайды, ал байлық жұмсасаң азаяды, кемиді, жойылады. Бесіншіден, білімді ұрыдан қорғаудың қажеті жоқ, ал мал-мүлікті, дүниені, жиған терген байлықты ұрылардан күнде қорғайсың. Алтыншыдан, білімің көп болса, ел сені құрмет тұтады, ал байлығың мол болса, қызғанады. Жетіншіден, білімге есеп-қисап жүргізбейсің, ал байлығыңды күнде есептеп отыруың қажет. Сегізіншіден, білім қаншама көп болғанымен іріп-шіріп бүлінбейді, ал байлық бір жұттық өледі, жоғалады. Тоғызыншыдан, білім жан дүниеңді байытады, ал байлық қиялыңды, көзқарасыңды шектейді, тура жолдан тайдырады. Оныншыдан, білімді адам мәдениетті, әдепті, адамгершілікті болады, ал байлығы мол адам мақтанады, әркімге астамшылық көрсетеді. Таразының қай басы ауыр тұрғанын өзің де бағамдай жатарсың.